Ассалаумағалейкум барша YouTube көрермендері. Мен Нахан Бекзат. Бүгін қой шешегі жайлы айтатын боламын. Егер арнамды бірінші рет көріп отқан жандар болатын болса, өтінемін, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Себебі бұл сіз үшін бірнеше секундтар болуы мүмкін, ал мен үшін үлкен мотивация. Түсінесіздер ме? Осы қой шешегін айтатын болсам, қой шешегі кілегейлі қабықтармен терінің қатпарларын, яғни терінің іріңді қатпарларымен сипатталатын ауру түрі болады. Боррел овис деп жіті жұғымтал жұқпалы ауру. Бұл Боррел овисті француз ғалымы 1903 жылы Боррел деген ғалым анықтаған. Орта, яғни шығыста, Азияда, Африкада, Европада таралған. Көбінесе мал өлімі Азия мен Қазақстанда болады екен. Бұның себебі неде? Біздің Қазақстан көбінесе білесіздер, әлі күнге дейін көп мемлекеттердің артында, яғни соңында қалып қалды. Оның себебі барынша, яғни жырлап, өзіміздің тәуелсіздігімізді алғаннан кейін біз әлі тәуелсіздігімізді алмадық, біз әлі ғылымымызды дамытпадық дейміз. Міне, сол себепті мына осы біз сияқты жастар ветеринариялық нені алға бастап, сіздердің қолдауларыңызға мұқтаж. Осы каналдың дамуына және де қарқынды жұмыс істеуіне қолдауларыңызды көрсетіп кетсеңіздер деймін. Боррел овис бұл вирусты микроскоппен көруге болады. Жарық микроскоппен көруге болады. Ал электр микроскоппен көрсек, сопақша әрі төрт бұрышты болып көрінеді екен. Және де бұның сыртқы ортада өте төзімді болады. Сыртқы құрғақ жерде 1,5 жыл, яғни 1,5 жыл сақталады екен. Ал қорада 6 айға дейін, жүнде 2 айға дейін сақталады. Бұл вирусты айтып отқанымыз себебі не? Барлық аурудың бастамасы, таратушысы да, оны зақымдаушысы да осы вирус болып келеді. Бұл вируста, тыңдаңыздар, бұл вирустың, яғни жоюға да болады. Яғни жұқпай тұрып, қорада немесе жүнде дедік қой. Қой ұстайтын кезде, қоймен шешек ауруымен ауырған қойларды ұстаған кезде қолбақ киген дұрыс. Ал дезинфекциялық жүргізетін болса, осындай мынандай карбел ертіндісі, күкірт, тұз қышқылы, және хлоромен сияқты ертінді дәрі-дәрмектерменен пайдаланып, осы қораңызды дезинфекциялап алдын алуға болады да, ал алдын алу шараларында вакцина, яғни ГОА вакцинасын егіп, осы аурудың алдын алуға болады. Яғни бұның емі бар деген сөз. Және де осының белгілерін айтып өтейік. Ең осы бастысы, қызығы, ауырғаннан кейін кез келген малда, жұқпалы ауруларда температурасы жоғарылайды, зақымдалады деген сияқты ғой. Ал бұда температурасы 1-2 градусқа дейін жоғарылайды, және де көзінің, яғни қабақтың қабағы ісіп, көзі жасаурап, мұрнынан су ағып, содан мынау жаңағы айтып өттім ғой, терінің іріңді қатпарлар пайда болады дейді. Теріде, яғни жұқа жерлерде, терілерінде, жұқа жердің тақыр тері болады ғой, тақыр терілерде жара ойықтар пайда болады. Солар көбейген сайын көлемді іріңдер, жылтыр іріңдер пайда болады дағын, асқынған сайын жаңағы жаралар ауқымды түрде бола бастайды. Содан малдың азықтануы да, жоғарғы температураның көтерілуі,
селсоқтанды мазасы тыныс алудан кейін мына қан тамырларына өтеді дағын, мына тері қатпарларына барып, сыртқы және ішкі терілерді зақымдап, іріңдеп, жаңағы кібіртіктер пайда болып, сол осы тыныс алу арқылы көбінесе жүреді. Сондықтан да қой шешегімен ауырған қойдың қасына жақындағанда қолбақ киіп, маска тағып, көбінесе сақтанған дұрыс. Бұл вирус басқа вирустар сияқты, корповирустар сияқты ірі вирус болып келеді. Бұны лабораториялық зертханалықтарда микроскоппен анық көрінеді. Содан кейін бұны тауық эмбромасында, тауықтың жұмыртқасында өсіруге болады екен. Тауықтың жұмыртқасында өсіріп, кәдімгі көптеген зертханалық жұмыстар, яғни қандай да бір жұмыстарға пайдаланып анықтайды да.